Менің есімім Сұңғатқызы Жұлдыз болады. Қызым Өмірбек Раяна, 6 айлық, оған рожденный порог сердца деген диагноз қойылды. Қызымда генетик анализге барғанда жүрегінде қара дақтар бар деді. Бұл қара дақтар тесік деп айтты. Сосын бала жүре келе 30 аптасында үлкейген кезде ол жабылады деп айтты. Бірақ жабылған жоқ. Қызым сол туыла салып, кислород жетіспей туылды. Бақылауда жатты кислородпен. Содан кейін шыққаннан кейін жақсы болып, бірақ уже 2 айдан бастап қызым ауыра берді. Тұмау болды, пневмония болды, салмақ қоспады, қызым өспей қалды. 6 айлық балалар 8 килоға жақын салмақ болатын болса, менің қызымда 5 кило салмақ болды. Сол үшін операция өте керек деді, тесіктері үлкен деді. Осы жерде біз неде жаттық, наблюдениеда болдық. 3 ай сайын келіп қызымның жүрегін түсіріп тұрды. Асан Пернеевич өзі шақырды, осындай кісілер келе жатыр, келіңіздер деп. Сосын келдік біз, қуанып, ырза болып келіп, кеше операция сәтті өтті деді. Этапына бақылаймыз деді қызымызды. 3 ай сайын жүрегін бақылап, УЗИ жасатып, дәрілерін ауыстырып отырайық деді. Бала өскен сайын жүрек те өседі деді. Сол кезде өзгерістер болатын шығар деді. Бірақ қызымда өзгеріс болған жоқ. Наоборот, қызым қатты ауырып қала берді. Жаңағыда жүректің тамыры өкпеге баратын деді ғой, түсіндіруі бойынша. Сол үлкейіп өкпеге нагрузка салмақ түсіп, пневмония болып қала берді. Қорқыныш болды, жеткізе алмайсың да сөзбен. Енді көмекшіміз Алла ғой, жәрдемшіміз Алла, бір Алладан сұраймыз. Бірақ врачтардың біліктілігі де сәл жүрекке тыныштық сыйлайды. Шарасыз аналарға көмек қой енді бұл. Бірінші аналарға үміт сыйлайды. Бұдан да үлкен жобаларды жүзеге асыра беріңіздер. Алдағы барлық сәттілік тілейміз жобаларыңызға, басқа балалардың еміне үлкен атсалысып отырсыздар. Сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет, осындай врачтарды шақырып бізге көмек бергендеріңіз үшін үлкен алғыс.